Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеу. Бұл сабақта сен теңдеу туралы білетін боласың. Балалар, мына өрнекті оқиықшы. 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең. Бұл теңдік екен. Енді мына өрнекті оқиық. 3 пен 2-тің қосындысы 8-ге тең. Бұл жерде балалар, бізде белгісіз әріп тұр. Белгісіз әріпі бар теңдікті теңдеу деп айтады екен. Теңдіктегі белгісіздікті әріппен белгілейді. Сурет бойынша белгісіз бөліктің мәнін тап дейді. Бұл тапсырмада балалар, бізге мынандай теңдеу берілген. 3 пен x-тің қосындысы 9-ға тең. Осы жердегі x-тің мәнін табуымыз керек. Яғни сурет бойынша 3 шарбаққа қанша шарбақты қоссақ 9 шарбақ болады. Дұрыс айтасыңдар, 6 шарбақты. Яғни бұл жердегі x-тің мәні 6-ға тең екен. Келесі бізге мынандай теңдеу беріліпті. 10 мен y-тің қосындысы 50-ге тең. Бұл жердегі y-тің мәнін табуымыз керек. 10-ға қандай санды қоссақ 50 болады? Дұрыс айтасыңдар, 40-ты. Яғни бұл жердегі y-тің мәні 40-ға тең екен. Теңдеу шешу дегеніміз осы теңдіктегі белгісіздің мәнін табу. Мысалы, 10 мен x-тің қосындысы 14-ге тең деген теңдеудегі x-тің мәні 4-ге тең. Себебі 10-ға 4-ті қоссақ 14 шығады. Ал 20 мен а-ның айырмасы 10-ға тең деген теңдеудегі а-ның мәні 10-ға тең. Себебі 20-дан 10-ды азайтсақ 10 болады екен. Енді мына жерде балалар, теңдеулер мен олардың шешімі берілген. Сол шешімдерін тауып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. X қосу 7 тең 10 деген теңдеудің x-тің мәні 3-ге тең екен. Ал 50 мен x-тің айырмасы 10-ға тең деген теңдеудегі x-тің мәні 40-ға тең. Ал x пен 9-дың айырмасы тең 3-ге деген теңдеудегі x-тің мәні 12-ге тең екен. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 45-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 41-42-ші бетіндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Өз жұмысыңды мынандай смайликтер арқылы бағала.